Айдын көлдер табиғаттың сәні ғана емес, тұтас бір экожүйенің тіршілік көзі. Әлемде көлдің түрі бар, ал ең қызығы олардың бір жерде орналасуы. Қостанай облысында бір өлкенің аумағында жүздеген көл барын білесіз бе? Ол Ұзынкөл ауданы. Осыншама көлдің бір өңірде орналасуының сыры неде? Тілшіміз біліп қайтты. Көрермен, бір ауданда 400-ге жуық көл бар десем сенесіз бе? Ал мен сенем, өйткені дәл қазір мен тұрған Ұзынкөл ауданында 375 көл бар. Бір қызығы, мұндағы әр көлге 1 минутыңызды арнасаңыз, тәулікке жуық уақыт кетеді, ал бір күн бойы аралайым десеңіз, жылыңыз өте шығады. Әлеуметтік желідегі мына кадрларға тамсанғандар қатары көп. Бірі табиғаттың сұлулығына сүйсінсе, енді бірі мұндай көріністің өзіміздің өңірде барына таң қалған. Шынында да су айдыны мен көкжиек астасқан көрініс көз тартады. Бірақ бұл сұлулық жайдан-жай қалыптаспаған өңірдің табиғи ерекшелігі мен көлдердің көптігі қаншама замандағы табиғи үдерістің нәтижесі болса керек. Ақилим апа, енді көлдерді көріп тұрмыз, құстары да керемет, өзі де үлкен әдемі екен. Енді осының тарихына тоқталып өтіңізші, қалай бастап алды? Жалпы мынау біздің Ұзынкөл ауданымыз шекаралық аудан. Сол себепті кезінде тас дәуірі уақытында үлкен мұздықтардың жылжығаны белгілі тарихта. Міне сонда осы біздің ауданымыздың территориясы мұздың астында болған екен. Кейін мұз ери бастағанда мұз кетті, жер бетінде осы көлдер қалды. Ұзынкөл ауданының маңындағы ауылдарды біріктіретін осындай жол бойымен жүріп келе жатсаңыз, міндетті түрде мынадай көлдерді кездестіресіз. Әрі олардың өзіне тән артықшылықтары бар. Мәселен, менің артымда тұрған Теріскөл деп аталады. Яғни ауылдың теріс бетінде орналасқандықтан жергілікті халық осылай атап кеткен. Ал енді оның ерекшелігі өзгеше балықтарында деседі. Ең бірінші болып атауға болады Мыльная деген көл. Енді сабынды деуге болады, аударып. Бұл көлдің қандай қасиеті бар? Бұл көлдің саз балшығы, лай батпақтары емдік қасиеті бар. Бұл жерге жан-жақтан жазғы уақытта кісілер жиналады. Ақмола облысынан, Ресей Федерациясынан, тіпті алыс жерлерден келгендері де болады. Ал бұл көлдерді картадан қарасаңыз, жер беті ойылып қалған ба деп ойларсыз. Бірақ бұл табиғаттың өзі қалыптастырған көгілдір айдындар. Бір ауданның аумағында осыншама көлдің болуы Ұзынкөлдің табиғи ерекшелігін айқын көрсетеді. Бифатима Ералханқызы, Бақытжан Әлкебаев, Қостанай телеарнасы.